Франция мемлекеті Қазақстанға 25 жыл ішінде 13 миллиард доллардан астам инвестиция құйған. Бүгін екі елдің стратегиялық әріптестігіне 10 жыл толуғына орай ұйымдастырылған жиында инвестициялар және даму министрі Жеңіс Қасымбек осындай дерек келтірді. Басқосуға премьер-министр Бақытжан Сағынтаев қатысып, Франция елшілігі және сауда-өнеркәсіп палатасы өкілдерімен әріптестікті тереңдету жөніндегі мәселелерді пысықтады. Айталық, Францияның IT, машина жасау және аграрлық салалардағы белгілі компаниялары Қазақстанның цифрландыру бағдарламасын жүзеге асыруға және жаңа өндіріс ошақтарын ашуға атсалыспақ. Бұл істі жеделдету үшін Қазақ Инвест ұлттық компаниясы тиісті құжаттарды әзірлеп те қойған. Инвестициялар және даму министрлігі мен Францияның сауда-өнеркәсіп палатасы бүгін осы келісімдерге қол қойды. Франция бізге ең үлкен инвесторлардың бірі. Бірінші ең үлкен инвесторлардың бесеуіне кіреді. Осы жерде 40-тан астам Франция бизнестер өкілдері жиналған, үлкен компаниялар, мұнай, газ саласында істейтін компаниялар, машина жасау, авиация, басқа да салаларда. Енді бүгін премьер-министр осы компаниялардың сұрағына жауаптарын берді. Көп сұрақтар болды, әртүрлі сұрақтар, әртүрлі сала бойынша, әртүрлі проблема бойынша. Бүгін Франция бизнесі көрсетіп жатыр өзінің қызығушылығын Қазақстанға, қайтадан Қазақстанға инвестицияны тартамыз, қайтадан инвестициямен келеміз деп сондай пікірін айтып отыр. Қазақстан Біріккен Ұлттар Ұйымы